Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тауық етінен кешкі ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауығымыздың артық бөліктерін кесіп алып тастайтын боламыз. Міне тауығымызды дайындап болған соң ортасынан бөліп, ішінде тазалап, артық жерлерін алып тастаймыз. Каналыма тіркеліп, подписация етуді ұмытпаңыздар. Міне тауығымыз дайын, енді оны маринадтауға заттарын дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: майонез, паприка, тауық дәмдеуші, зира, тұз, қалауларыңызша бұрыш қосып, жақсылап жағып шығамыз. Жағылған маринад 30 минутқа қойсаңыздар болады. Және одан да көп уақытқа қойсаңыздар, тауық өте дәмді әрі жұмсақ болады. Ал енді көкөністерді дайындайтын боламыз. Оған картоп, пияз, қызанақ, сәбіз, болгар және чеснок қосамыз. Картопымызды ортасынан бөлікке бөліп, және майда қылып бірнеше бөлікке бөліп турап шығамыз. Туралған картоптардың барлығын бір ыдысқа салып жинаймыз. Оған қалауларыңызға сәбіз қоссаңыздар да болады. Міне сәбізіміз турап болдық. Енді пиязды да әркім таңдауына қарай. Мен өзім 2 пияз салдым. Қызанақты да 3 бұрышты етіп, бөліктерге бөліп турайтын боламыз. Болгар бұрыштарын жақсылап турап, осылай 3 бұрышты етіп тураңыздар, өте дәмді әрі сәнді көрінеді. Міне болгар бұрыштарын турап болдық. Ендігі кезекте сарымсағымызды жақсылап турап араластыратын боламыз. Міне көкөністеріміз дайын. Енді оған паприка, тұз, қалауларыңызша бұрыш салып, 2 ас қасық зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырамыз. Міне араласқан көкөністерімізді пергамент қағазы төселген табаға салып жайғастырамыз. Міне көкөністерімізді салып болдық. Енді сеткамызға тауығымызды қойып, көкөністеріміздің үстіне жақсылап орналастырамыз. Міне осылай қоссаңыздар, тауық өте дәмді әрі жұмсақ болып піседі. Міне оны температурасы 200-220-250 градустарда 45-50 минутқа қойып пісірсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар достар. Бұл тағам өте дәмді әрі тез дайын болатын тағам. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар.